Сәлеметсіздер ме оқушылар, 6 сынып қазақ тілі сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы спорт түрлерін дамыту жолдары. Оқу мақсаты жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай құрылымын сақтай отырып, мәтін құрастырып жазу. Етістіктің етіс түрлері мен салт сабақты етістіктердің тіркесімдік мүмкіндігін ауызша және жазбаша тілдесім барысында қолдану. Ендеше балалар, бейне жазбаға назар аударамыз. Спортпен айналысудың артықшылықтары. Тұрақты физикалық жаттығулар көңіл күйді көтереді және стресспен күреседі, арықтауға көмектеседі. Физикалық белсенділік метаболизмді арттырып, қосымша калорийді азайтуға ықпалын тигізеді. Спортпен шұғылдану иммунитетті және төзімділікті арттырады, тез ұйықтауға көмегін тигізеді. Спорттық іс-шаралар денеден көп күш алады, сондықтан ұйқы ұзақ және тыныш болады. Дене шынықтыру кезінде өкпеде өзгерістер пайда болады. Өкпенің дұрыс жұмыс істеуіне байланысты бронхит, пневмония аурулары туралы ұмытуға болады. Жаттығулар жасау кезінде жүрек тамыр және жүйке жүйелеріне жақсы әсер ететін эндорфиндер шығарылады. Мидың ойлау және есте сақтау қабілеттеріне тигізер пайдасы өте үлкен. Созылмалы аурулардың пайда болуының басты себептерінің бірі дене белсенділігінің болмауы. Жаттығулар қан айналымын жақсартады және адамның сүйегін қатайтады. Денсаулыққа пайдалы спорт түрлеріне келетін болсақ, теннис. Зерттеулерге сәйкес ол ағзаға ең үлкен пайда келетін спорттың түрі. Бұл ойын кезінде өкпе және бұлшықеттер үнемі жұмыс істеп отырады. Велосипед спорты. Велоспорт аяқ бұлшықеттері, жүрек және өкпені күшейтетін спорттың түрі. Бұл спортта біздің өкпеміз толық күшпен жұмыс жасайды. Нәтижесінде оттегі қанға барып, ары қарай миға жеткізіледі. Жүзу. Малту барыта иық және жамбас буындары күшейеді. 10 минут ішінде 60 калорий жанып кетеді. Өйткені жүзу кезінде көп күш жұмсалады. Аэробика. Оның ішінде жүгіру, би және гимнастика кіреді. Аэробика жүрек тамыр ауруының болу мүмкіндігін төмендетеді. Спорт адамның денсаулығын қалыпқа келтіретін құрал. Оның қандай түрін таңдасаңыз да, ең бастысы одан рахат алу. Спорт денсаулық кепілі. Денсаулықтарыңыз үшін денсаулықты қарай жүріңіздер. Спортпен айналысудың пайдасы туралы түсінік алсаңыздар, оқушылар, ендеше сіздерге тапсырма. Нақыл сөздерді оқып, мағынасын түсіндіріңіздер. Денсаулық зор байлық, спорт сенің серігің, шынықсаң шымыр боласын. Бұл тапсырманы ауызша орындаймыз. Келесі тапсырма оқулығымыздың 149 бетіндегі 8 тапсырмаға қараңыздар. Спорт түрлерін дамыту үшін не қажет тақырыбында мәтін жазыңыздар. Мәтінде төмендегі сөйлемдерді пайдаланыңыздар. 9 тапсырма етістерді түрлеріне қарай топтастырып, кестені толтырыңыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.